Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Кейінгі кезде менен көптеген адамдар сұрап жатыр, гонка дегені не, соны түсіндірші деп. Енді мен сіздерді чат GPT дегенді білесіздер ғой, енді бәріміз қолданып жүрміз бала шағаға дейін. Сонымен салыстырма түрде түсіндіруге тырысайын. Міне чат GPT. Чат GPT деген бұл телефоннан да, компьютерден да қолдана беретін зат. Мына жерде өзіңізге керек затты жазасыз. Қандай да бір сұрақ, не болмаса бір сурет жасап бер, не болмаса бір видео жасап бер десеңіз, бұл чат GPT сол кезде орындап береді. Оның бәрі автоматты түрде жүреді. Сол сияқты гонка. Гонкада сондай міндет атқарылады деп айта аламын. Мінекей гонка тура сол сияқты. Бұл жерге де сол жаңа өзіңіздің сұрағыңызды қоясыз, содан кейін соған жауап аласыз. Бірақ та түп нұсқасы үлкен айырмашылығы бар. Чат GPT орталықтан басқарылады. Кәдімгідей үлкен орталықтар бар, дата центрі деп аталады. Ол жерде есептеу жүйелері жиналған, құралған. Былайша айтқанда компьютерлер, видеокарта дейді. Үлкен кәдімгідей завод сияқты соның ішіне қойып тастаған. Солар сіз жасаған мына жаңағы сұраққа есеп шығару арқасында қайтадан бір секундқа да жеткізбей қайтадан жауап беріп отырады. Ал енді бұл орталықтан басқарылатын себебі негізгі жасанды интеллекттің бұл көрінісі ғой. Жасанды интеллект деген бір ғана осы чат GPT емес, ол жерде көптеген программалар бар. Мысалы айтайық, мынау жүгіріп жүрген, секіріп жүрген, сальто жасап жүрген роботтардың барлығының миы осы жасанды интеллект. Анау жүргізушісіз жүріп жүрген автолар, беспилотный авто дейді ғой. Ол да жаңағы осы жасанды интеллект. Барлығы жасанды интеллект. Бірақ та ана орталықтан басқарылғаннан кейін айтып отырмын ғой, мына екі мемлекет, Америка мен Қытай өте қарқынды дамып жатыр. Енді өте қомақты ақша салынып жатыр. Әрине, ол ақшаны олар қайтару керек. Сондықтан даже мына чат GPT-дің жоғары жағын қарайтын болатын болсаңыз, бұл белгілі бір мезгілге дейін сізге жаңағы тегін бәрін жасап береді де, ар жағында егерде сізге тағы да қажет болатын болса, ақша төлейді. Былайша айтқанда, мына перейти плюс деп ай сайын сіз оған ақша төлеп отыруыңыз керек. Бір орталық жүйенің міне даму жолы осылай. Ал гонкаға келетін болатын болсақ, бұл децентрализованный дейді ғой. Бұда орталық жүйе жоқ. Барлығы, мынау бүткіл әлем бойынша тұрған түрлі есептеу жүйелері арқылы бұның жұмысы атқарылады. Былайша айтқанда блокчейнде. Мынау негізгі Google-да гонка деп ағылшынша теретін болатын болсаңыз, мына несі ашылады, беті, кәдімгідей сайт, гонканың сайты. Орысшаға аударып болсаңыз, бұл жерде бүткіл информация бар. Анау блокчейн болғаннан кейін белая книга деген болады, оны енді блокчейн түсінетін адам түсінеді. Мына жерде бұл не қалай жұмыс жасайтын барлығы жазылған. HitHub бар, токеномика дейді. Бұл блокчейн болғаннан кейін бұның өзінің монетасы бар, ГНК деген. Соның токеномикасы. То есть қанша монета шығады, оның қаншасы іске қосылады деген сияқты, қалай қосылады, соның барлығы осы токеномикада барлығы жазылған. Осыдан барып қарауға болады. Енді бұл жерде бәрі тегін болады деп айта алмаймын, бірақ та жаңамен айтып кеткен анау орталықтан басқарылатын жүйеге қарағанда, орталықтан басқарылатын жасанды интеллектке қарағанда, бұл гонка әлде қайда арзан болады. Мысалға айтайық, биткоинді алайықшы. Бұл гонканы екінші биткоин деп атап жатады. Биткоин кезінде орталықтан басқарылатын банк системасына, банк жүйесіне өзі қарсы шықты. Да осы биткоин жүйесі құрылды. Бірақ та ешкім биткоинға қомақты ақша салған жоқ.
ешкім биткоинға дата центр салып не болмаса бір жаңағы сол есептеу жүйелерін жаңағы жинақтап жасаған ешкім жоқ. Бұл әлем бойынша қоғамның арқасында дамыған дүние. Мына мысалы банк системасында орталық жүйе болғандықтан банкі өзі біледі қанша пайыз сізге анау мынау есеп расчетқа қанша қоятын. Өздері қояды, сіз оған айта алмайсыз, мынау болмайды, мен бұны істей алмаймын деп. Ал енді сол қандай да болсын криптовалютада қалыптасқан бір пайыз бар. Болды. Оны ешкім өзгерте алмайды, ешкім жаңағы оған әсер ете алмайды. Бір адамға биткоин жіберетін болатын болса, оның қатып қалған бір жаңағы пайызы бар, болды. Міне гонкада сондай деңгейде дамиды. Бұны жасап отырған ағайынды бауырлар Либермандар, Даниил деген. Негізгі Ресей тумалары, бірақ қазір Америкада тұрады. Егерде ютубтан іздейтін болатын болсаңыз, мысалы Марғұлан Сейсенбай мен почти 2 сағат әңгімелері, Оскар Хартман деген, Александр Соколовский деген, Глеб Соломин деген блогерлармен керемет сұхбаттары бар. Сол жерде олар терең осы дүниенің барлығын түсіндіреді. Әлем бойынша бұл гонка қолдау көріп жатыр. Мысалға айтайық, өте мықты компаниялардың бірі Bitfury деген мына есептеу жүйелерінде видеокарталар жасайтын компания. Сол қазір арнайы гонкаға арнап видеокарта жасаймыз деп жатыр. Уже 12 миллион бөлінді, негізі бұлар 80 миллионға дейін саламыз деп жатыр. Бұған Binance та көңіл бөліп жатыр, енді Binance-ты өздеріңіз білесіздер. Мен енді қазақ тілінде болғаннан кейін, қазақстандық болғаннан кейін сіздерге түсіндіре кетейін. Қазақстанда да бұл гонка қолдау көрді. Келіп, біздің басшылармен кездесіп, оның ішінде мына Бағдат Мусин Қазтелекомды басқарып отырған, тікелей өзі осы жігіттермен пресс-конференция өткізіп, және де келісімге келген болу керек. Өйткені Либермандар өздерінің парақшаларында мынандай пост салды, бұл жерде Қазақстандық Қазтелеком осы гонкаға қосылатын болды деп айтып отыр. Енді қараңыздар, мына гонка деген, мен айтып кеттім ғой, блокчейн деп. Бұл кәдімгідей валюта деп те айтуға болады. Өйткені бұл блокчейнде болғандықтан кейін міндетті түрде криптовалюта монетасы болады. Бүткіл жаңағы жасанды интеллекттің жұмысын бір жерден атқарылмайды. Әлем бойынша тарап жатқан есептеу жүйелері жұмысты атқарады. Қазір мысалы қалай болып жатыр мына криптовалютаның жұмысы? Айтарлық сол биткоинді алайық. О жерде де есептеу жаңағы құралдар бар. Ол мыңдаған, мысалы сол биткоинді тағы да айта кететін болатын болсақ, қазір биткоинді есептеу күштілігі жағынан бүткіл әлем бойынша мынау жаңағы Google, OpenAI дейді, мынау жаңағы осы IT технологияда істеп жатқан компаниялардың есептеу күштілігінен біраз есе артық болып кетіпті. Айтып отырмын ғой, тағы да бұған ешкім арнайы ақша салған жоқ, бұл өзінен де өзі дамыған. Бірақ та бір но бар. Бүткіл жаңа сол биткоиннің есептеу күші қандай да бір керексіз математикалық есептер шығаруға ғана жұмсалады. Сол математикалық есебін тапқан кезде оларға биткоин есептеледі. Міне майнер дейді оларды. Осы жаңағы болымсыз, керексіз дүниені есептеп, анау жаңағы энергияны жай өртеп жатыр. Ал енді мына гонкада сол есептеу жүйесін жасанды интеллекттің жұмысына жіберейін деп отыр. Жіберіп отыр, уже қосылды, міне 6 ай болды жұмыс жасап жатқанына. Анау есептеу жүйелері, майнерлар жұмыс жасағанда жай ғана бір есепті шығармайды, мына жасанды интеллекттің сұрақ жауабына жұмыс жасайды. Соның арқасында оларға сол жұмысы үшін ГНК монетасы төленіп отырады. Былайша айтқанда майнерлар сол
жасанды интеллекттің жұмысын жүргізген үшін өздеріне гнк алып отырады. Айтып отырмын ғой, бұл әлем бойынша жаңа қолдау көріп жатқан дүние, өте қарқынды дамып жатыр. Сондықтан беймәлім мына мағлұматқа қарамай, кішкене көңіл қойып, білмеген жерлеріңізді сұрап, осы видеоны жіберген адаммен хабарласып, міндетті түрде осыған көңіл бөліп жүріңіздер. Мәселе, ойбай мынау керемет, айтып жатады ғой, мынау керемет криптовалюта, мынау ертең бағасы өседі, сөйт бүйт, ақша салды, ондай әңгіме жоқ бұл жерде. Тек қана осы жаңағы көңіл бөле жүре монетаны жинауға тырысыңыз. Оны жаңағы мен айтып кеткен майнинг арқылы жинауға болады. Екінші, сатып алып жаңағы кошелекке салып қоюға болады. Болмаса тіпті тегін жинауға болады. Бір қандай да бір шараларға қатысып, содан жаңа премия ретінде алуға болады. Сондай дүниелер көп. Ол жөнінде айтып отырмын ғой, толығырақ тағы да сол жіберген адамға хабарласыңыз. Осы видеоның астында телеграм канал бар. Соған өтіп жазылып қойсаңыз толық мағлұмат алып отырасыз. Және де WhatsApp чат бар. WhatsApp чатқа шығып, кәдімгідей сол жерде сұрақ қойып жауап алуға болады. Әрине айтып отырмын ғой, тағы да осы видеоны жіберген адаммен де хабарласып, тағы да мағлұмат алуға болады. Ерінбеңіз. Қойшы, мынау тағы да бір жаңа шыққан криптовалюта ғой деп нете қоймай, көңіл бөліп, біраз осы монетадан жинақтақсаңыз, айтпады демеңіз, болашақта соның қызығын көресіздер. Сау саламатта болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.